Сәлеметсіздер ме балалар? Әліппе пәні 1-ші сынып 80-ші сабақ. Сабақ алдындағы жақсы көңіл-күй. Сәлем достым, амандасады. Сен қалайсың? Иықтарын қағады. Қайда болдың? Құлақтарын тартады. Мен сені сағындым. Қолдарын жүректеріне қояды. Сен келдің. Қолдарын жаяды. Жақсы болды. Құшақтайды. Бұл жерде ненің суреті көрініп тұр балалар? Оюдың және аюдың. Ою, аю деген сөзде бізге таныс емес әріп бар ма? Екінші тұрған әріп бізге таныс емес. Яғни бүгін ю әріпмен танысатын боламыз. Сабақтың тақырыбы ю дыбысы және әрпі. Оқу бағдарламасына сәйкес күтілетін нәтижелер. Мәтіннен сөйлемді, сөйлемнен сөзді, сөзден буынды, буыннан дыбысты бөледі. Жаңа үйренген дыбысты анықтайды, дыбыс пен әріпті таниды, оларды бір-бірінен ажыратады, оқу түрлерін қолданады, түсініп оқиды, дыбыстарды дұрыс дыбыстайды, оның мағына ажыратушы қызметін түсінеді. Көркем жазу талаптарына сай жазу жолы, жол аралығын, жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріптердің өзара байланыс элементтерін жазады. Сөздік қоры жаңа сөздермен байиды, сюжетті сурет бойынша әңгіме құрайды. Өз сыныбын таза ұстауға, сынып және мектеп мүлкіне қамқорлықпен қарауға тырысады. Сурет бойынша әңгіме құра. Көркем еңбек сабағы болды. Сабаққа балалар ермексаздан ою жасады. Оюлары әдемі болып шықты. Жаңа қосарлы дыбыстар бар. Ою сөзіне дыбыстық талдау жаса. Ою сөзінде 3 дыбыс естіледі, бірақ жазылғанда 2 дыбыс жазамыз. И мен у естілгенмен ю жазылады. Бұл ережені міндетті түрде жаттап аламыз. Сөздерді оқы, мағынасын түсіндір. Ю дыбысының сөз ішіндегі орнын анықта. Қию, қою, қою, тою, күйу, түйу, азаю, көбею. Ю дыбысы сөздің соңында кездесіп тұр екен. Мәтінді түсініп мәнерлеп оқы. Ою. Әлия бояумен ою салды. Самат ою ойды. Ал Арнұр ермексаздан ою жасады. Оюлар әдемі болып шықты. Ою ұлттық нақыш. Мәтін бойынша 3 сұрақ құрастыр. Әлия бояумен не салды? Әлия бояумен ою салды. Самат не істеді? Самат ою ойды. Арнұр ермексаздан не жасады? Арнұр ермексаздан ою жасады. Жарайсыздар балалар. Жаңылтпашты оқып жатқа айт. Жаңылтпаш. Ойуың барды. Ойналмастан ойын қалды. Бірінші деңгей ою, аю сөздерінде неше әріп, неше дыбыс бар екенін тап. Аю сөзінде 3 дыбыс естіледі, бірақ жазғанда 2 ою. Ою сөзінде де и мен у естіледі, бірақ жазылғанда ю жазылады. 2 әріп болып жазылады. 2 әріп бар. Аю сөзінде де 2 әріп, ою сөзінде де 2 әріп бар екен. Екінші деңгей ю қосарлы дыбыс сөздің қай жерінде келетінін анықта. Қосарлы дыбыс сөздің соңында кездесіп тұр. Үшінші деңгей аю, ою сөздерінің бірімен сөйлем құра. Аю орманда болады. Сергіту сәті. Қане балалар, тұрамыз, үлкен шеңбер құрамыз, орнымыздан тұрамыз, құс болып қанат қағамыз. Қайта отырып, орнымызды табамыз. Өзіндік жұмыс берілген буындардан сөз құрап жаз. Жаю, ою, қою, жою, жию, кию, қию. Дәптермен жұмыс. Дәптердегі ю әрпін әдемілеп жазып шығамыз. Юдың бас әрпі және кіші әрпі. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қой. Қою, күйу, азаю, үлкею, есею, қию, қою, түйу. Аю, қию, көбею, құю деген сөздерді әдемілеп жазып шығыңдар. 3 әдісі бүгінгі сабақ қызықты болды, қиын болды. Осы сабақтың құндылығы қандай, сол туралы айтатын боласыздар. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.
Бастауыш сабақтар арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Зейіндерің ашылсын балалар.